Сәлеметсіздер ме кішкентай біздің бүлдіршіндер? Кітаппен бірге өсеміз айдарында кітапхана қорына жаңадан келіп түскен кітаппен танысыңыздар. Әжемнің ертегілер жинағы. Сенің алдыңнан ғажайып ертегілер әлемінің есігі ашылуда. Бұл жақсылық нұры, көз шағылыстыратын, зұлымдық түнегі, жан түршіктіретін ғажайыпқа толы керемет әрі жұмбақ әлем. Ертегілер халықтың бірегей туындысы. Олар мәнді де тағылымды, көңілді де мұңлы болуымен еліктіріп қызықтырады. Сен жақсылық міндетті түрде жамандықты жеңетін сиқырлы әлемге енесің. Ертегілер бір-біріне ұқсағанымен әрқайсысы өзінше қызық. Бұл кітаптан халық ертегілерінің жаңа бейтаныс кейіпкерлерін де бұрыннан өзіңе таныстарын да кездестіресің. Олар саған өздерінің басынан кешкен шытырман оқиғаларын баяндай отырып, су жүрек қоян тапқырлық танытып, ер жүрек батырға айналатын, жолбарыс тышқанмен дос болатын, түйе мүйізін бұғыға, құйрығын жылқыға беретін бейтаныс елдерге шақырады. Ертегілер адами асыл қасиеттерімізді оятып, досымызға айналады. Міне сондықтан ертегі оқуды баршамыз, балалар да, ересектер де жақсы көреміз. Қолыңдағы кітаптың құрастырушылары осы кітап саған көптеген жаңа білім, жарқын әсер, шат сенім сыйлауына тілекші.